апамыз? Ал. Оңтүстікте жып-жылы. Оңтүстік, без рукав. Плюс 20 дегенге сенесің ба? Сенем, конечно. Ал біздің Сібірде минус 20 дегенге, құрметті көрермендер, оңтүстікте болсаңыз сенесіз ба? Суық. Мен өтірік айтатын балам ғой, сенулерің жерік бай. Жарайды, давай. Жақсы. Апош қазір деловой. Апош демекші алпамызды біз еркелет Апош дейміз. Апош қазір деловой. Кіреттермен жүреді. Машинамен жүреді. Бүгін жалпы бізде автошоу түсіріп жүрміз. Влогымыз ертең шығады автошоу туралы. Ертең емес, ары күн шығады. Астанада күн суық. Түсірілімін жасау сыртта өте қиын Астанада. Сол үшін күн қашан жылайды екен деп жүрміз. Бірақ жалпы бүгін көңіл-күй түсіріңкі болып қалды. Өйткені негізі бұл влогта мен көңіл-күй көтеріңкі болсын. Көтеретін контент жасайық деген болатынбыз. Оны алдында көп рет айттым. Бірақ өмір өзінің заңдылықтары бар ғой, оны мойындаймаймыз. Әрқашан біз күліп ойнап жүре алмаймыз. Сол күндердің бірі бүгін болып тұр. Қалай айтарымды білмей тұрмын. Жалпы бүгінгі влогты осылай мен жүргізіп отырмын өзім. Міне, қазір съемкамыз қайта басталуда. Съемкада бітіргеннен кейін тағы да сіздерге қосылам. Не үшін көңілім түсіп тұрғанын сіздерге сосын айтамын. Қазір жігіттермен шай ішіп алдық. Съемканың ортасында. Ары қарай жалғастырамыз. Нұр-Сұлтанда кеш батты. Кешкі съемка қалай болатын. Жалпы қазір енді бір-екі съемка жасап болғаннан кейін сәл күте тұрыңыздар. Бірер секундтан кейін сұрақ-жауапты бастаймыз және бүгінгі мән-жайды сізге айтамын. A few moments later. Сонымен күніміз аяғына жақындап келе жатыр. Біз үйге қарай қайтып бара жатырмыз. Алдында апамыз бар. Сұрақ-жауапқа көшетін болсақ. Сонымен сұрақ-жауап, құрметті достар. Біраз сұрақ келген екен. Мистер Каменов, қалайсыз аға? Бәрі жақсы ма? Көп болды сізбен көріспегелі, сізді естімегелі. Қалайсың деген екен. Бізде бәрі жақсы. Осы біздің YouTube каналымызға жазылсаңыз, бізде жағдайымыз қалай екен күнде көріп отыруға болады. Сізге сәлем. Екінші сұрақ, Қыдыр Қожаев Мадали. Мен. Сенің ба? Жаным әшке. Сәлем. Осы жұмыспен айналысып жүргеніңізге қанша жыл болды? Осы видео мейкерсқа қызығып жүрген жігіт па? Менің. Сәлем саған. Егер де видеоға қызығып жүрсең, өнерің алға бассын, мүмкін біздің қатарымызға да қосылып қаларсың. Жалпы осы видеоға, жалпы YouTube'ға, влогқа қызығып жүргеніме 2020 жылдың басынан деп айтсақ болады. Сода бір жыл болып тұр ғой. Ал нақты бастағанымыз алпамыз келгелі бері августтан бері, 2020 августынан бері. Саған сәттілік тілейміз. Ақнұр Тайбағар. Тәттісіз күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Тәттісіз күндерім жақсы өтіп жатыр. Ол туралы бөлек видео түсіретін болам. Бірақ арасында өкінішке орай бір рет па, екі рет па? Тәтті жедім. Бір рет ақ көрдім ба? Тәтті жедім. Өкінішке орай деп айтайын. Бірақ оның да өзінің бір мәні болды. Ол туралы бөлек арнайы влог шығарамыз, құдай қаласа, 30 күн өткен кезде. Жаннұр менің қарындасым. Жаннұр, стабилизатордың бағасы қандай? Стабилизатордың түр-түрі бар. Телефонға арналған стабилизаторлар орташамымен менің ойымша 20 000 теңгеден басталған шығар. Орташамымен 20 000 теңгеден басталып 100 000 теңгеден асып кетеді. Ал біздікі секілді мынандай үлкен камераға арналған стабилизаторлар 300 000 теңгеге дейін баратын шығар. Одан да үлкен кино түсіруге арналғандар бар, оның бағасын тіпті білмеймін. Бірақ дәл саған сол 20 000-ның төңірегіндегі стабилизаторды алуға болады. Тым қымбат емес, мүмкін туған күніңе
ата-анаң, менің ағам мен жеңгем саған сыйлауы мүмкін. Айтпақшы видеоларың мынауский болып жатыр. Нижний пробел Жаннур 2-ні, нижний пробел 08 инста парақшасына өтсеңіз болады, менің қарындасым видео түсіріп жүр. Жалпы өнерге талпынып жүрген іні қарындастарды қолдайық. Данабек Билдаев деген досым, дәке ішіп алғанға ұқсайсың ғой деп күліп жазып жіберді. Құдай сақтасын, біз ішімдікке жоқпыз, сосын темекі шылым шекпейміз, тек қана спорт пен махаббат деген сөз болса орны. Сонымен сұрақ жауап айдары осымен аяқталды. Құрметті достар, көп рахмет сұрақ қойғандарыңызға. Көбірек сұрақ қоя беріңіздер. Бізге ол жанымызға жағады. Сізге қиын емес сұрақ жазып жіберу, ал бізге жанымызға жағады. Жалпы осылай көп созбайын, бағанағы өкінішті деген хабарды айтып кетейін. 2019 жылы біздің колледжді бітірген жас жігіт, Диас Саттар деген жігіт, міне инста парақшасы, марқұм бауырым, 2019 жылы біздің колледж бітірген, медиа маркетинг агентствосы, Өссек Тим, Дарын онлайн, образовательная платформа, общество живых реформаторов. Жалпы 1000 подписчигі болған екен. Мен бұл Диасты жеке танымаймын, бірақ біздің колледжде өзі танымал жігіттер болады. Танымасаң да сырттай біліп жүретін. Осы сырттай біліп жүретін, сырттай сүйсініп жүретін бауырларымыздың бірі еді. Жол апатынан қайтыс болыпты. Иманды болсын деп айтамыз, көңіл айтамыз, қайғырып. Өкінішке орай осындай өмірдің өзінің заңдылықтары бар. Енді айтқандай біздің влогты негізі көңілді өткізіміз келеді, бірақ та осындай жағдайлар болып тұрады. Сондықтан да құрметті достар, қамшының сабындай қысқа өмірімізді бағалайық. Жалпы арада осындай жағдай болған кезде өзімізге бір есеп беретіндей моменттер болсын деген оймен айтып жатырмын. Барымызды бағалайық. Жарайды, ертеңгі влогта кездескенше қош сау болыңыздар.